Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тәрбие отбасынан басталады. Сабағымыздың мақсаты отбасы тату-тәтті болуының адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіре отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Отбасы адам тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы ата-ана. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Халық мақалы. Дәйек сөзіміздің мағынасын ашу үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Отбасы бақыты дегеніміз не? Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі. Бірінші сұрақта балалар, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің демекші, отбасында қандай ахуал болса, бала соған лайық тәрбиеленеді. Адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді Әл-Фараби атамыз. Екінші сұрақта отбасы деген не дегенде, көпшілігіміздің көз алдымызға қайратты әке, мейірімді ана, жадыраған балалар келеді. Шынында да солай. Отбасының бақыты үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Жанұя мүшелерінің сыйластығы мен сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Үшінші сұрақта бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі. Әрбір ата-ана өз перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, отанының сүйікті және кішіпейіл азаматы болып жетілуін қалайды. Балалар, келесі бейнероликке назар аударыңыздар. Мам, мам, екі сабақтан кейін ауырып жатырмын деп сұрап кетейші. Не үшін? Жаттау беріп еді, жаттап үлгере алмадым. Не істедің кешелі бері жаттамай? Ой, мам, ұрса бермеш. Итак апайлар ығырым шарт. Бопты. Сосын өткендегідей біреуден таяқ жеп тұрмай ұрсай? Балам, кешегі қайталанбасын, жарай ма? Анашым, олар өздері бастап тиісті ғой. Өздері тиіссе де олардан алысырақ жүрші. Қалай жүрем? Бір сыныпта оқымаймыз ба? Балам, бері қарашы. Жан-жалдан, ұрыс-керістен аулақ болшы. Бізді ұятқа қалдырма. Жаттауыңды ұмытып қалма. Мам, екі сабақтан кейін сұрам кетейші. Жарайды. Бірақ ауырып тұрым деме. Ауру деп ойлап қалып жүрер. Ал жібермей жатса маған звонда. Апайың жан шығарам. Ес. Ақша берші. 200 теңге саған, бұл барып қайтуыңа және ыстық пирожкиіңе жетеді. Қарның ашса, өзіңнен аяма.
Бейнеролик сіздерге ұнады ма? Бейнероликтен қандай тәрбие алдыңыздар? Өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды дейді ұлы Абай Құнанбаев. Бүгінгі сабағымыздан алған білімімізді қорытындылап, шығармашылық жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Менің отбасым тақырыбында әңгіме құрастырыңдар. Екінші тапсырма. Мақал мәтелдерді жалғастырып жазыңдар. Үшінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдалана отырып, кішілерге арнап хат жазыңдар. Сонымен балалар, отбасы мемлекетіміздің негізгі буыны. Дәулет есіктен, тәрбие бесіктен кіреді демекші, білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасынан бастау алады. Отбасының екі тірегі бар, әлпештеген әке мен аялаған ана. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.